Бәріңізге қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше тағамдардың бірі өзбек асханасының хамир хасиб тағамын жасап көруге ұсынамын. Достар, бұл тағам етсіз жасалады, асқазанға жеңіл, екі ағзаттан жасалса да өте тойымды ерекше тағамдардың бірі. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Түскі не кешкі асқа дәл қазір не жасаймын деп ойланып отырсаңыз, міндетті түрде осы тағамды жасап көруге сіздерді шақырамын. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы суымызды, 1 шай қасық тұз және де 1 жұмыртқамызды қосып, тұз ерігенше араластырып аламыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп қоса отырып, қамыр илеп қоямыз. Бізде осындай қатты емес, тым жұмсақ та емес, қамыр шығу керек. Бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін бір басып, салмасы дайын болғанша тағы да тындырып қоямыз. Салмасына бізге асқабақ, картоп және де бір пияз керек болады. Асқабақ пен картопты осындай теркадан өткізіп аламыз, ал пиязды майдалап турап аламыз. Теркадан өткізілген картопымыздың үстіне асқабағымызды және майдалап туралған пиязымызды саламыз. 1 шай қасық тұзымызды және жарты шай қасық қара бұрышымызды салып, үстіне 4-5 ас қасық сұйық май құямыз және де жақсылап араластырамыз. Осымен біздің енді салмамыз дайын. Жақсылап тынып иі қанған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, жақсылап жұқартып жайып аламыз. Қамырымызды жұқалап жайып алған соң, одан кейін үстіне сұйық май жағып жібереміз. Енді мантының қамырына кескендей етіп 4 бұрыштап кесіп аламыз. Әр кесілген қамырымыздың үстіне салмамызды жұқа етіп салып, осы видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Бұл тағам буда піседі. Жасап болып қалған кезде кастрюлемізге су құйып отқа қоямыз. Мантаваркамызды майлап, арасын қатты жақындатпай салып аламыз және де беті кеуіп қалмас үшін жеңіл ғана майлап жібереміз де су буында 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне достар, осымен өзбек асханасының ерекше тағамы, хамир хасиб тағамы дайын болды. Өте тойымды әрі дәмді тағамды сіздер жасап көріңіздер. Осы видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Достар, сіздермен болған мен Айзат. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін маған міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар.